Қандай шаттық сыйласам екен, әлем нұрын жинасам бекен. Ол қыздарың жаныңда, ай күн алақаныңда, алтын тойын қанат қағуда. Ол өсірдім сендерге қарап, қыз өсірдім толымын тарап. Менің ғазиз мекенім, сенен үлгі етемін, қартаюдың өнер екенін. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Ақ қыраудай шашыңды көрем, басын иген ғасырды көрем. Бәрі сенің жеңісің, бәрі сенің жемісің, ұрпағыңа бақыт кенісің. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Бет түзейтін құбылам болып, шашылайын шұғылаң болып. Бүгін болуын асыр той ағайын. Ендеше қазағымның тойын, қазақ әдебиеті мен тарихының майын ішкен азу асаба басқарсын. Түріміз жылқы, қазаны оңдан түспеген, ұлы аттан түспеген. Алтын қазықтай ұл, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген. 90 ауыз сөздің толықтай түйіні. Бір алмасы бар, екі дүниесі бар, үш жұрты бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты алашы бар, жеті қазынасы бар, сегіз серісі бар, тоғыз құмалағы бар, 10 шақты ұлы бар, 10 шақты қызы бар. Көк тәңірдің құлы болған, көк бөрінің ұлы болған, алты алаштың баласы. Ассалаумағалейкум! Тыпырлап 20 сағат жұмыс жасап, төсектен 4-ақ сағат кем алғандар, үй соғуға шамасы келмесе де, тойға келіп, қол соғуға келген жандар, тойларыңыз құтты болсын! Құтты болсын! Ит
ит жылы барымызға да құт береке әкелсін деп, жаңа жылдарыңызбен тағы да бір мәрте құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа жыл құтты болсын ағайын. Рахмет. Өткен жылға өкпе жоқ дейді. 2017 жылды еске алатын болсақ, қадірменді ағайын, көптеген мерекелер өтті. Қазақтың аты әлемге әйгілі болды. Соның бірін еске алатын болсақ, Астанамыз, бас қаламыз Астана қаласы экспо көрмесін өткізіп, миллиондаған қонақтарды қарсы алды. Біздің Димаш Құдайбергенов Қытайға барып ән айтып, 2 миллиард Қытайды аузына қаратты. Біздің жерлесіміз Геннадий Головкин өзінің тағы да бір жекпе-жегінде жеңіске жетіп, енді ничья болса да жеңістік, сонда да әлем чемпионы деген атағын өзінде қалдырды. Сол мерекелермен, сол жеңістермен сіздерді шын жүректен құттықтаймын ағайын. Қараңыз болсын. Қадірменді ағайын, сіздер ойлайтын шығарсыздар, осы бала бір нәрсені ұмытып кетті деп. Жоқ, ұмытқаным жоқ. Өткен жылы естеріңізде болса, Егіндібұлақ аймағында біздің атақты биіміз Қазбек би Келдібекұлының 350 жылдығын дүркіретіп тойлатып өткен болғанбыз. Сол тойда мен де болдым, мен де көрдім. Әрине, Қазбек бидің 350 жылдығын тек қана Егіндібұлақ емес, бар қазақ тойлатты. Осы Қазбек бидің 350 жылдығына байланысты бір әңгіме есіме түсіп отыр. Кезінде Алтай өңіріндегі Байдалы би аты бүкіл Қазақстанға әйгілі болған. Байдалы би 90-нан асқан шағында қатты сырқаттанып қалады екен. Сол хабар біздің Егіндібұлақ Қарқаралы аймағына да жетеді. Содан Бертіс би бастаған билер қауымы Байдалы биден бар қал жағдайын сұрасуға, қалың білуге барады екен. Жолға шығып Байдалы биге жетіп, кіріп амандасып қал жағдайын сұрасып жатқан кезінде Байдалы би: "Ей билер, осы сіздерге бір сұрағым бар. 10 саусақты жіктеп беріңізші" деген. Сонда арасынан бір жас жігіт атып шығып, "Жас би, ол жас биіміз біздің Келдібектің ұлы Қазбек екен. Қазбек бабамыз суырылып шығып, рұқсат болса мен жауап берейін" депті. Ешкімнің енді Қазбек бидің сөзіне таң қалған билер рұқсатын беріп, сонда Қазбек би былай депті: "Бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман. 2 дегеніңіз егесіп өткен ер жаман. 3 деген саныңыз 3 тармақшы деп түспеген асау ат жаман. 4 дегеніңіз төсегінен безген жас жаман. 5 дегеніңіз белсеніп келген жау жаман. 6 дегеніңіз асқынып кеткен дерт жаман. 7 дегеніңіз тау астында өліп, желек астында қалған жар жаман. 8 дегеніңіз сейілмеген қайғы жаман. 9 дегеніңіз торқал тойға, топырақты өлімге қатыса алмаған дос жаман. 10 дегеніңіз ақ дегенмен оңалмас, орнынан тұра алмас, кәрілікке не дауа бар дейсіз бәке деп тіл қатыпты. Сонда Байдалы би өз жас жігіттің жауабына таң қалып: "Әй, бұл қай бала?" дегенде Қазбек би тағы да орнынан тұрып: "Наманай бұл атым бар, көкорай шалғын жерім бар, өріс толы малым бар, қонақ жайлы елім бар, тыныштық сүйген халқым бар" депті. Ендеше қадірменді ағайын, бүгінгі осы тойымыздың иесі Қабдолла ағамыз осы наманай бұл деген Қаракесектің Болат Қожадан тараған елден келіп отыр екен. Сіздердің туға шапақтарыңызбен осы артаға тойымыздың иесі Қабдолла ағамызбен бике шапағымызға Karşılamaz aramız, yedi can kalır, bütün gözlükümüz. Kıvayı olmaz öldürmez, olsun pişmayan sulur ekilmez. Şişkin bizden ayıramaz hiç kaşan, aşıramaz kaşıklarımız ikimiz.
ашу жүріп анын өзде. Шапама, қошемет қадірмен ағайын, тағы да бір шәке. Қадірмен ағайын, рахмет. Орнымызға жайғасайық. Кейін құттықтарсыздар. Ай, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Енді қадірмен ағайын айта кетерім, ол кісілер 6 баланың ата-анасы, 20 немеренің, 3 шөберенің ата-әжесі. Сонымен қатар өз жолдастарының арасында Қабдолла атамызды былай қылдырып енді күлкі қылдырады екен. Бикештің Қабдолласы дейді екен. Ендеше, міне өз жолдастар күліп отыр. Ендеше, осы жұпқа тағы да бір қошемет қадірмен ағайын. Айтарында айтып ауыртын өшіргені, қош болса өлең көргенше, қайнайланып келгенше, уәдеңе бер. Ай, бәрекелді. Енді той басталмас бұрын аға, бүгін сіздің тойыңыз екен. Мына жұртқа қарап тұрып, мұсылманша ассалаумағалейкум деп бір жар салыңызшы. Ассалаумағалейкум. Ай, бәрекелді. Ендеше қадірмен ағайын, сіздердің уағалейкум әссәлямдарыңыз, сіздердің шапалақтарыңыз болсын. Қошемет қадірмен ағайын. Рахмет. Негізі, Қабдолла ағамыз бен Бикеш апамыз өз бар тапқан таянғаның дастарханға жиып, 300-дің басын жиып, осы жерде той күшті өтсін деп, жаның шүберекке түйіп жүрген адамдардың бірі. Неге дейсіздер ғой? Мына кісілер өте уайымшыл екен. Кеше, білмеймін, шыны керек бір 300 рет жыладаған шығармаған. Асаба бала не істеп жатсың деді. Не істеген есі, тойға дайындалып жатырмын. Ай, байқа, 100-ден аса кісі болады, арасында беделді кісілер бар, достарың бар, құдаларың бар, нағашыларың бар. Сен тойды жақсы өткізу керексің деді. Барлық той сенің мойныңда деді. Уайымдаманы жақсы өткізем. Той сағат 2-де басталады деді. Қонақтар 1-де келеді, сен 12-де кел деді. Аға, қойыңызшы, мен 12-де келіп 2 сағат не істеймін жерде дедім. Жоқ, менің қонақтарым самый пунктуальный деді. Ой, аға, пунктуальный қазақты қайдан көрдіңіз? Қазақ қонақ болса 1 сағатқа кешігіп келеді деді. Жоқ, менің қонақтарым самый пунктуальный деді. Жақсы аға, келісейік, бәстігейік. Егер той сағат тура 2-де басталса, мен мына бүкіл әншілер осы тойды тегін жүргіземіз дедім. Енді сізге қадірмен айтайын деген ағайындар, рахмет, бүгін ақшамды алайын деп тұрмын. Ай, бәрекелді, қадірмен ағайын, енді мына ай, бәрекелді, бұл жерде тағы да тойға кешікпей жатқан қазақтарымыз бар. Айттым ғой, тойға кешікпейтін қазақ жоқ ағайын. Кемінде 1-2 қонақ кешігіп келеді. Ай, бәрекелді, қадірмен ағайын, мына жиылған жұрттың алдында бір жақсы сұрағым бар. Негізі Қабдолла ағамыздың мінезі қандай? Кім айтады екен? Қабдолла ағамыздың мінезі қандай? Жақсы жауапқа, жақсы сыйлыққа. Зеркей! Ай, зеркей! Қандай ма? Бірінші, екінші. Қандай мінезі? Ағамызға кем? Көбі ақкөңіл жайнары. Есінде салған болыңыз. Қазір қандайсыз? Қандай қайда деген? Мінезі қандай ағамыздың? Таңғаларлықтай дейді, бәрекелді, тағы да. 25 жас жігіт келеді. Ой, 25 жастағы жас жігіт дейді. Бәрекелді, тағы да. Мына жерде бір алуымыз. Өте пунктуальный дейді. Байқадық пунктуальный сағат 2-де басталды тойда. Тағы да.
Ай, бәрекелді, таң қоршы, жайрам, ақкөл, тағы қандай мінездер бар. Бір ағамыз бар екен, осы ағамызды тоқтатайын. Қанекей ағам? Алға Қазақстан дейтін жігіт дейді, бәрекелді. Яғни патриот дейсіз ғой, нағыз отан сүйгіш. Сонымен, мына жақта бар екен, кешірерсіздер. Шошақай. Ой, Шошақай дейді. Бұл қошемет білдіріп қойын Шошақай. Бәрекелді. Аға, енді өзіңіз таңдаңыз, қай мінез сізге ұнаған? Мен бірінші айтқан серік құданың сөзін ұнамаған. Шапала. Таңда. Ағамыздың мінезін шештік. Енді бүгінгі апамыздың мінезі қандай екен? Кім айтады? Қол көтерейікші, кім айтқысы келіп тұр екен? О, мына жақтан немерелері ғой деймін. Оның мінезі жібектей, ол кісі ең жақсы адам, және де оның мінезі өте мейірімді жан. Ай, бәрекелді, мейірімді жан екен ойлаймын. Маэстро! Тағы да, апамыздың мінезі қандай екен? Қол көтерейікші, кім айтады? Ау, бұрыштан, мына гүлдерден байқамай тұрмын апа. Айыққан үйіма сіз келе жатыр. Ешкімге 20 жолдың ерек жолын жолды. Ешкімге тез айдап, қабылып осыған кетіріп, жолдас жолдасын қасы бәрімді бекешін. Бірінші қабылымыз екіншінің бешін арқасын. Ай, бәрекелді. Қандай давай, келесі жолдында тілегесіге ойнамын. Осы сыйлықты осы апамызға берсек апа. Рұқсат бересіз ғой, бәрекелді. Қошемет қарамен ағайын. Енді қарадым енді ағайын. Сіз маған құлағым айтыңызшы. Апамнан сұра дейді. Апа қашан? Аха, бұл жақта айтам дейді, міне. Дұрыс па апа? Ай, бәрекелді, қошемет қадым енді ағайын. Енді аға білдік, мінезіңізді білдік, отау құрған жолыңызды білдік, рахмет. Негізі қадірменді ағайын, сіздерге айтарым. Осы кісілердің арқасында бүгін осындай той жасалып отыр. Осындай шахтерлер қаласы атанған. Қарағанды қаласында, Қарағанды шаһарында, Халиф мейрамханасында, Зәулім мейрамхана ішінде осындай той болып жатыр. Сондықтан той нелерде тағы да бір қошемет білдіріп қояйықшы ағайын. Рахмет аға, орындарыңызға жайғасаңыздар болады. Қошемет! Сондықтан да той басталды. Ортаға әкелсінші, той бастады деп. Той басталды, ортаға шақырамыз. Қошемет! Жақсы бәрім көдеді, еріменен жолдылық Бабалардың дәстүрі баршамен білуге Жастығынан қызылған, жалынымен құлған Етімді сүйетін, еріменен хан Жастардың жігерін, жырқайды қашан Жұрттың салтымен, жүректерге жолдауы Жеңдікмен мәкілі, ұрғаннан Енді ортаға той бастары келгенде сіздердің әрқайсысы әр столдан ән сұрамай, одан да ортаға шығып бір керемет ән болсын. Біздің әншімізде сіздерге сыйлық. Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің 4-ші курс студенті Тәттімбеттің тарланы Әділжан бауырларыңызды қарсаңыздар қадірменді ағайын.
келді, әлмен тойдың шымылдығы ашылды. Ендеше ақ ниетті тілектер тізгініне көшейік. Ендеше бүгінгі тойымыздың шымылдығын ашатын бірінші ақ ниетті тілектерін білдіруге сіздердің дуғыл шапалақтарыңызбен ортаға Қабдолла ағамыздың нағашысы Ермағанбет, інісі Қабдырахман, бажасы Жайдарбек Бибігүл, нағашы жеңгесі Тишкен есімді қонақтарын шақырамын. Қошемет қадірмен ағай, барлығы қонақтарымыз. Assalamualaikum. Koyuka yürüdüm toplumda. Adayın dostlar, kendilerim, Allah'ım, altın kadın yavranın yerin gezlerin, Abdallah'ın yoldaş şolalara, onlara Abdallah'ın yakışıklarının koyarına ürünler koyuyoruz. Abdullah Bikeş, Abdullah Ülke Büyüküsüne bakan koyup mutlu olsun. Önümüz nasıl uzak olsun. Ayın Kudüs, Ortaş Şora, Bana Şaha, Yeni Şöre'nin ortasına uzak önümüz sürüyor. Kapsılık olsun şahlarının. Amaçlık olsun. Senin olsun. Elin hepinde vermesin aslında. Şahlarlar Yeni Şöre'nin erkeği davası vermesin. Amaçlık olsun. Dikkat çekiyor, o sağa birga ömür sürüverdiler. Sol bağlarının ortasında kapsılık olsun. Olsun, cin alın oturgan olsun. Abdallah'ın yoldaş yolalarına, ağayın dostlarına, Balkan Koldan ekin gezmeslerine, bәріне de olsun toyda жұмысты olsun, Allah şarasını bәріне өсіп öndüresin, aspanını açıp altınızda bir zaman olsun. Ya kıymetli ağayın dostlar, Құдағдағилар, жиендер, осында тұрған барлық қыздар, ұлдар, күйеуғалар үлкен қуанышты тойға жиналғанымыз. Я Қабдолла Бикеш тойларың құтты болсын. Енді Қабдолланы бәріңіз білесіздер. Ағам мен тәтем сияқты үлкен ордалы, үлкен шайрақ. Құдайға мың тәуба өзі қатарластарының ең беделді де, абыройлы да, ұл өсіріп, қыз өсіріп, олардың бәрін оқытып, бәрін енді біреуі сотта, екінші бала сотта, Мұратайдың міне қызметі тағы да орнында бертінде жоғарғы қуанышты болып отырмыз. Балалардың бәрін оқытты, міне Құдайға шүкір. Ал енді артық айтсам кешіріңіздер, енді бұл ұлы той ғой. Өзі өліктен болсын, тіріктен болсын, ешқашан Бекетайдың қасына салып алып, домалаңдап, ойдан да, қырдан да қалмайды. Егінді бұлақ болса болмаса, жан-жағымыздан қашан көрсем, өмірі Қабдол үйде болмай, не тойға кетті, не Құранға кетті. Әйтеуір осы мыңда бір шүкіршілік тәуба. Иншалла, міне балаларына да жұғысты болып, осындай абырой беріп, Қабдолла мен Бекетайымның осындай тәрбиесін алды. Иншалла бәрі де жақсы, абыройлы. Туған туыс ағайындар тегіс. Мінекей бәріңізге қызыққа келіп отырсыздарыңыз. Қабдолланың, Бақыттың, Бикештің балаларының жұғысты қылсын. Енді айта берсе сөзді, денсаулығына байланысты, ішім бәрі толып тұр, оны бәрін айта қой тұрмын. Той құтты болсын. Екеуің кісің түсіп, қасықпенен алдарында кесеге жармашып, баяғыда үлкен атамыз, Қарабал атамның жолын беріп, кәртайып, жүзге келіңдер. Иншалла той құтты болсын ғой. Құрметті құдалар, жолдастар, бүгін біздің ағамыздың
70 жылдық мерейтойына келіп қуанышта отырсыздар. Келгендеріңізге рахмет. Қабеке, алла келген жасың құтты болсын, еңі сау болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Енді мына бала-шағаның қазағында болса ғой, ары қарай да көреміз. Біз еңі соғынан ереміз дейді. Подарка келіп жатыр, бір жылға дейін. Қабеке бекеш мынау бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Бүгін ғана жас болыпсыздар, енді әрқашанда өмірі осылай жасқа өте беріңіздер, бала-шағамыз халқымызға рахмет, мақалаға танысып келіп жатыр. Енді мына үлкен ағасына айтып кетті ғой, біз бала-шағамыздың ортасында жүрміз, өзіміздің бала-шағамыздан жастарымыз ақ болсын, Алланың берген жастарымыз жүре беріңіздер. Рахмет. Құрметті көпшіл қауым, міне бүгін тарих ресторанында кездесіп отырмыз. Мынандай шапағатты күшті күні. Бүгін ескі жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрбір үйге тек қана бақ береке, жақсылық, молшылық кірсін деп айтайын. Енді осындай жақсы күнде менің жездем 70-ке келіп қапты байқамайын. Енді 70-ті тағы да біреуін қоссаң жетеді. 70-ті, 80-ді тойлауға жатсын, 90-ды тойлауға жатсын, 100-ге жетіңіз. Әрдайым шаңырақтарыңызға тек қана молшылық. Міне қазыналы жыл дейді ғой, қазыналы болсын, берекелі болсын осы жылдарыңыз. Әрдайым немере шөбере сүйіп отырсыздар, немеге жазсын. Әрдайым осылай жарқырап жүре беріңіздер, менің жалғыз туысым бұлар. Жақсылықтан жақсылыққа, тойдан тойға, мені дүрілдетіп осы қайырымды шаралар бүгін жасап отырсыңдар. Осы балалардың арқасы. Екіншіден, енді мен кішкене мақтанып кетейінші. Менің жездем үйге табыс кіргізсе, ол шаңырағының ұйытқысы менің әпкем Бекеш, оны жұмсай алады. Екеуі күмір етіп, осы бір үйдің керемет. Кереметте жақсылыққа, молшылыққа екеуі бірде әт салыстырады. Енді бақытты болыңдар, берекелі болыңдар. Осындай тек қана жас болыңдар, жас жүре беріңдер. Енді бір айтарым, мен сіздерге тілейтінім, жаңа айтып кеттім ғой, 100-ге жетіңіздер. Сондықтан бір қазақтың салтыменен енді ақсақалға ата, ақжаулықты әже болыңыздар. Сондықтан қазақтың салтыменен сіздерге шапан жаюға рұқсат етіңіздер. Қолдарыңызды столдың астына салып не істейсіздер, осы шабалау отырсаңыз той отқандай. Жарқырап, печатка, қолыңызға печатка салам, осы печатка сияқты жарқырап жүре беріңіз. Маэстро! Ол жақсы рахметім. Ай бәрекелді, мұна шапан жауын екенсіздер, ат қайда? Ау, шапан жапқан жау. Бекеш апамыздың сіңлісі ғой, ат қайда? Ат қалтада ма? Жарай, жақсы, ендеше сіздерге де болсын. Жақсы жасады, жақсы өмір сүрді. Біреу 90-ға келді, біреу 90 кетті ғой, ай 2 жаста, 3 жаста. Сондықтан біздің әрбір көріміз осындай Ермағанбет өзіміз үйірға дейміз. Одан кейін бір көріміз мынау Ермағанбеттен бір Ермахан деген нағашы ағамыз болған. Ол кісі ертеңде қайтыс болып кетті. Мына Тишкенді көп білмейтін шығар.
Тишкенсо Ермаханның жолдасы, нағашы жеңгем менің. Мен Қадырхан танысып, мынаны Алладан сұрамаған, Құдайдан сұрап алдым деп қалай қайдап айтамын. Жалғыз бажамыз. Мені қазір ата деп келе жатыр. Бұрын атымды атаушы еді, Қабдолла деп, қазір Аташқа дейтін болды. Бұнысына да рахмет. Жатқан уақытта кішкене сабыр сақтаңыздар. Бұл кісілердің көріп отырғандай бүкіл залға даусы жетіп жатқан жоқ. Сондықтан да сабыр сақтап отырыңыздар. Себебі сіздер де тілек айтасыздар. Сонда сіздердің артыңыздан біреу сөз сөйлесе, сіздерге де ыңғайсыз болады. Сондықтан да кішкене сабырлық танытып отырыңыздар, қадірменді ағайын. Енді мына 2017 жыл қазақтың жылы деп жатырмыз, қазақ елі жарқырады деп жатырмыз. Мен қазақтың баласы, әлемнің алтын данасы, бабалар өтіп аттан дер, сөзімді менің жаттан дер. Біле білсеңдер, Монғолия біздікі, қазақ малын баққан жер. Біле білсеңдер, Астрахан да біздікі, Жалаңтөс Баһадүр мен Төле би бабаларың жатқан жер. Орыстар ренжімесін, Москва да біздікі, Момыштың ұлы Бауыржан немістің басын шапқан жер. Біле білсеңдер, Берлин де біздікі, 9 май күні Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту таққан жер, қадірменді ағайын. Біле білсеңдер, Египетте біздікі Мысыр, Сұлтан Бейбарыс бабам басқарған жер. Сөйлей берейін, бері қарай келейін. Қадірменді ағайын, біле білсеңдер, Швейцарияда біздікі Храпунов күйеу боламыз ақшасын басқан жер. Біле білсеңдер, Австрияда біздікі Рахат Әлиев күйеу боламыз қашқан жер. Біле білсеңдер, Америкада біздікі Геннадий Головкин дайындалып жатқан жер. Бәрі қазақтікі, қазақ елі жасасын деп, бір шақырылып қойсаш қадірменді ағайын. Рахмет, қадірменді ағайын. Енді келесі кезекте алдарыңызға қазақтың қасиетті асы етті шығармақпыз. Сарыарқаның шөбін жеген, Ақтаудың мұнайын аулаған, Жезқазғанның жезін көрген, Қарағандының көмірін жеген, Жетісудың суын ішкен, Сарыағаштың суын ішкен, қадірменді ағайын. Алдарыңызға қазақтың қасиетті асы етті шығарамыз. Қазақские, почему шапалақ деп, қадірменді ағайын. Жастар кішкене сабырлық сақтаңыздар. Содан той біткен соң бір апамыз қолында 2 үлкен пакеті бар екен. Енді шығаруға көмектесіп, сыртқа шығып бара жатқан соң 2 пакетті өзім алып шығарып көмектестім. Содан апамнан сұрадым: "Апау, осы пакеттің ішіндегі не десем?" "Ей, сен маған жана." Қазір. Содан: "Әй бала, жаңа сен ет әкелгенде осы алдарыңызға ас қойдық, 2 қолды қос қойдық, еті фашистерді қырған ата-бабаларымыз сияқты жеген." "Иә, айттым, ондай сөз шықты" деді. "Ендеше осы пакетте ол пленға түскен немістер" деді. Мен сонда қазақтың өзінің сарқып тасуына таң қалдым. Бір күні зерттеу жасап отырсам, бір тойда кішкентай балалар жүгіріп жүр екен, ағаларымыз сыртқа шығып кеткен. Содан байқадым, олар дейді екен деп. Сөйтсем, балалар ол обман маневр. Ағаларымыз сыртқа типтеуге шыққанда, енді сыртқа шыққан уақытта мәшинелерін дайындайды екен.
Ал аталарымыз болса, сол уақытта пакетке дастарханды салады екен. Солай байқатпай тойдан сарқыта кетеді екен. Мен осы қазақтың апаларына таң қаламын. Ендеше бір қазақтың апаларына деп бір қошемет білдіріп қойыңыздар қадірменді ағайын. Bizegen. Рахмет ағайын, айыпқа бұйырмасыздар. Мына телефон арқылы бір ағамыз құттықтайын деп жатыр екен. Мына құрметті қонақтар, кешіріңіздер әрине. Мына менің бір жақсы жолдасым бірі, кеше ғана соның бір баласы қайтыс болып, олар келе алмай қалды. Марат Қасымов деген менің жолдасым бірі, бәрі қалмаушы еді. Ол қайтса да келем деп жүреді. Енді мына телефон арқылы поздравить етейін деп соны тыңдайық. Марат. Громкую связь включите. Громкую связь. Рахмет аға сізге, үлкен рахмет. Бір қошемет білдіріп қойсақ, шиістік қойсын. Телефонмен құттықтаған ағамызға тағы да бір қошемет білдіріп қойсақ, қадірменді ағайын. Ай бәрекелді, рахмет. Енді қадірменді ағайын, сіздерге бір сұрағым бар. Құда деген кім? Маған құда деген сөзді расшифровать етіп беріңіздерші. Құда деген кім? Мұншықта. Күйеуі. Құдағидің күйеуі екен білеміз. Тағы да. Қызды ұлды қамтатын адам. Қыз бен ұлды дайындайтын адам дейді. Ендеше қадірменді ағайын, осы ортаға сіздердің дұға шапақтарыңызбен құдалар қауымын шақырамын. Қайыркеш Бәдима, Күлішкен, Рақшан, Әмина, Серікбай, Мәкен, Серік Күләш, Төрехан Дина, Дәмира, Қосман Сара, Зағира, Мәркен есімді қонақтарымыз шақырамын. Кетті, қошемет! Yetimde olmaydı şuldum boyumda sen istedim ben oyunda ömrümüz benim olma değilim Билеп өнер көрсеткен Шара Жиенқұлованың туған сіңілісі Дина есімді қонағымызға бір қошемет! Бәрекелді. Апа, сіз бастайсыз ба? Ақжалқы апамызды берейік. Құрметті Бейбіш күнін Қабдолланың туыстары, той қайырлы болсын, той тойласын. Енді мен мына
білмейтіндер бар шығар. Мен мына Бикеш пен Қабдолланың 3 баласын алып отырған құдағиымын. Бикеш Қабдолла тойларың құтты болсын, тойға аласың, жастарың ұзақ болсын. Енді әке-шешелеріңдің жақсын берсін сендерге. Менің тілейтінім. Қабдолла мен Бикеш құраларымның ішіндегі жас құдағиым болды. Олар менің бейнетімді алып, енді олардың жиендері, менің немерелерім соны осылар тәрбиеледі. Менің қолымды босатып, өзіме көмек берген Бикеш пен Қабдоллаға өте ризамын. Айналайын, бақытты болыңдар, тең алды болыңдар, балаларыңның қызығын көріңдер. Енді сендерге әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Енді жақсылық болсын, жастарың ұзақ болсын. Енді барлық тұстарың аман болсын, солардың қызығын көре беріңдер, балаларының қызығын көріңдер. Енді айналайын, Қабдолланың үлкенісі ғой, сені көре алмадым еді. Ұлы арадан үлкенісі ғой, айналайын, құтты болсын мына папаның тойы. Тойына тойғаласа берсін. Осы тойларың қайырлы құтты болсын, тойларың тойғаласа берсін. Енді Алланың берген жасын жасап, осы бала-шағалардың ортасында бақытты осындай ауырмайсың қамай өмір сүре беріңдер. Алланың берген жасын жасаңдар. Енді жан-жақтағы туыстарың, бала-шағаларың аяғының болсын. Осында отырған халықтың бәрінің келген жаңа жылдарына құттықтаймын. Жақсылық болсын, отаның іргесі аман болсын. Тойда тойға ұласың. Құрметті қауым, бүгінгі Қабдолла Бикеш бүгінгі жасап жатқан мерейтойыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, балаларыңыздың, немере шөбереңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Сізге ашық аспан қазылмас қайрат, зор денсаулық тілеймін. Жасыңыз ұзақ болсын, бәрі жақсы болсын. Балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Қабдолла Бикеш, Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Мынау балаларыңыздың ортасында сүйіспеншілікке бөленіп, қызығына қызықтап, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, еліміз тыныш болсын, амандыққа, саулыққа көрсетіп, құтты болсын. Ассалаумағалейкум келген қауым. Біз мынау Қабан екеуміз бір үйге қыз балаларымызды беріп жатырмыз. Екінші, құда арамыздан бұл кісі қыз алып отырса, мен қыз беріп жатырмын. Сол екі жерге құдамыз, құданың құдасымыз. Сол танысқанымызға 20 жылдай болды. Сол кезде көрген Қабан әлі сондай Қабан. Сол бірінші Аллаға тәуба, екінші қасында жүргеніне Бикешке рахмет. Балаларына бүгін тойды атқарып жатқан жасымызға жас қосыла берсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ойын күлкі әрқашан болсын. Жаңа немереге шөбере көрдіңіз, немене көріңіз, сол Алланың берген жасына келе беріңіз. Ассалаумағалейкум. Мынау енді айтады, құраны Құдай басады дейді. Мына Қабдолла екеуміз құрдаспыз. Мен жаңағы Мұратқа қызымды беріп отырмын, жаңағы кіші баласына. Екеуміз жасымыз мені не дейміз, жаңағы айтқан президент бірінші оны отырмын. Бұл кісінің мінезі жібектей, Бикештікі мінезін айтып көрмеді. Оны тағы бірінші ұнатын едім. Бикештік мінезі күннің шуағындай, шын шуағындай.
Енді не дейміз міне осы келіп жатқан қауым бәрі ақ ниетпен, ақ жүрекпен келіп отырмыз. Бір ниетіміз сол міне. Бала өсіріп отырмыз. Осы балаларды қызығын көрейік, немере шөберені қызығын көрейік, соған Құдай жеткізсін. Қалекеңнің міне түрлеріне бекесін қарап отырмын. Мынау 70 емес, 50-дей суреттер. Тура сондай. Айтпасым жоқпын. Оған не дейміз енді? Ал заман тиіш болсын, осы ниеттеріміз түзу болсын, амандық болсын, саулық болсын, басымыз қызыққа жайылсын. Құрметті Қабдоллақда 70 жасыңыз құтты болсын. Халықтары бар ел, қазынасы бар ел деген сөз бар халқымызда. Осынау жылдар ішінде өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайған ағып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз. Сіз адамдық 3 парыздың екеуін абыроймен орындадыңыз. Олар адал жарық, асыл перзент парызы. Сіздің өткен өміріңізге қарап, екеуін де адал атқарып шыққаныңыздың куәсі болып жүрмін. Енді ата парызы дейтін қасиетті қызметіңізді де көз алдымызда өтіп жатыр. Оны да сіз абыроймен атқарып жүрсіз. Бұл қызметте де сіздің аңып жүрегіңіздегі жойқын жігердің қуаты жететігінде біз сенімдіміз. Біз сіздерге денсаулық пен қуаныш, амандық пен бақыт тілейміз. Мені құдағайым ғой, түні бар. Бүгін қабан тойына келіп отырмыз. Екінші кемінің, енді мына қабан той қайғы өз, ендерінің өзінің екінші кемінің. Ойдан айтып отырған бәр, бүкіл ерінді бұлар, екінші қабдоллақы деп солай жанасын деп, солай жүре берін. Құдайдың берген жатын жасай берін, аман болын. Әбеке, бүгін сіз 70-ке емес, 35-ке толып отырсыз. Бекешіма отыр. Сол өмір жастарыңыз ұзақ болсын, балапандарыңыздың қызығын көріп, осылай өздерің бізге Құданың құдасы болсаңыздар, құрбымыз болдыңыздар, сол Алла айырмасын. Сол әрқашанда той-тойға айналыса берсін. Айым әрекелді. Естелікке бір суретке түсіп алыңыздар. Görmedim jarıldım yeday, sarı ayağım dedim düz kılayday, kayda gittim sarı kayda kalırım yeday. Sağlamış kayda, aynaldırgan basında bağız kayda, gide gide ködülün almış bayma, aşığa
Suyunge basılı yerlere Dayanma şaşın gidenlere Çığırıklere, çığırıklere Gönlüm durar çığırıklere Sarmış kayda Aynalırgan basınca bağırız kayda Bir de gidip böyle bağlamış bayma Aşık adamlar, karşı adamlar Gönlüm siyah Sarmış kayma Karşı adamlar, karşı adamlar Gönlüm siyah Sarmış kayma Herkes doy doy olasın, çok rahmet. Hayırlı келді. Рахмет қадірменді ағайын. Енді мына қазақтың жері туралы айттық. Бірақ та қазақтың дастарханын айтқан жоқпыз. Мына орысқа қонақ болсаң салы жейсің, әкеледі мүңкітіп арақ жейсің. Қытайға қонақ болсаң шаян жейсің, шаянын ұнатпасаң таяқ жейсің. Кәріске қонақ болсаң итің жейсің, итің кәдімгідей қойып сатып итін жейсің. Араққа қонақ болсаң халал жейсің, өзбекке қонақ болсаң палау жейсің. Ал біздің қазаққа қонақ болсаң бәрін жейсің. Тауық жейсің, балық жейсің, аяқ қолын шауып жейсің. Еще соған қоймасаң, қойдың сүйегін қарып жейсің, басындағы миын алып жейсің, ес алдымен үйінде жатып жейсің, қорасындағы жалғыз малын жейсің. Сонdan da шабала ұрмайсыздар, қадірменді ағайын, маған енді нағыл дейсің. Рахмет, енді оның барлығы қазақтың еңсесін көтерейін деген ойым ғой. Келесі ортаға өздерінің тілектерімен әріптестер қауымы Төлеген Жөкен, Серік Бағира, Тәңірберген Балкен, Виктор Михайлович супруга деп жазып қойыпты. Супругасын аты жоқ па? Аға, жарайды. Виктор Михайлович өз жұбайымен, Серік Мағрипа, Қайыр Назым, Бейбіт Күрзипа, Бақыт Мұқан Ақбикеш, Бақыт Люда есімді қонақтарды шақырамын. Кетті, қабылген қонақтарды. Ауылына бардым алыстан Оларды сені сүйіп қаламнан Мойнына таққан сенің моншағың Көкесі соң бәрі жарасқан Шынар